ИП ашпай кәсіппен айналыса берсем бола ма? Осы сұраққа жауап берейік. Сіздермен заңгер Шыныбаев Марғұлан. Заңгер Марғұлан YouTube каналына қош келдіңіздер. Тақырып өтпей тұрып, әдеттегідей подписка, лайк, комментарий және достарыңызбен бөлісу ұмытпаңыздар, иә? Жалпы бизнес бастағыңыз келді. Я болмаса бизнес істеп жатырсыз. ИП ашайын ба, ашпайын ба? Не істеймін? Қалай жұмыс істеймін деген сұраққа жауап берейік. Егер сіз кәсіпкер болсаңыз, бастаушы кәсіпкер болсаңыз, енді ғана кәсібіңізді бастап жатырсыз, қол астыңызда жұмыскер жоқ, ол кезде ИП ашпай, ЕСП дейді, единый совокупный платеж, ЕСП төлеп жұмыс істесеңіздер болады. Бұл Қазақстан Республикасының салық кодексінің 774 және 776 бабына сәйкес жүргізуге болады. Яғни ИП ашпай өзіңіз ЕСП төлеп жұмыс істесеңіз болады. Бірақ бір нюанстар бар. Қандай нюанс? Мынаған мән беру керек. Сіз өзіңіз ғана жұмыс істеуіңіз керек, және наемный адам жалдамауыңыз керек. Жалдамалы адам болмау керек, өзіңіз ғана. Қасыңыздағы астыңызда работниктер болмау керек, қысқасы, түсініңіз ғой? Жұмыскерлер, өзіңіз жұмыс істеу керек. Мысалға, тігінші, таксист, одан кейін басқа да бір жұмыскерлер өзіңіз еңбегіңізбен. Одан кейін еңбегіңізді тек қана жеке тұлғаға ғана қызмет көрсете аласыз. Яғни жеке тұлғаға бір кімге болса көрсетіп, бірақ заңды тұлғаға көрсетпеуіңіз керек, заңды тұлғаға. Заңды тұлға дегеніз компанияларға, яғни компания қызмет көрсетуіңізге тыйым салынады. Одан кейін сельхозпродукция сатсаңыз болады. Личное подсобное хозяйство дейді, яғни өзіңіздің дачадағы заттарыңызды сату деген сияқты сондай заттар сатсаңыз, ИП ашпай жасауға болады, ЕСП төлеп. Кроме подакцизной марки дейді, және подакцизный деген арақ бар, басқа бар, шарап бар, акцизді қойылатын темекі бар. Сондай продукциядан басқасын жасай беруге болады. Содан кейін бір жылдық оборот, бір жылдық табыс 1175 МРП-ден аспау керек. 1175 МРП дегеніміз ол 3 миллион 114.925, осы 2021 жылға сәйкес 3 миллион 114.925, осы сумадан бір жылдық оборотыңыз аспау керек. Егер бір жылдық оборотыңыз аспайтын болса, яғни ИП ашпай-ақ жұмыс істей беруіңізге болады. Түсіндіңіз ғой? Сондықтан егер сіз енді бастап келе жатқан кәсіпкер болсаңыз, онда ИП-ны ашпай-ақ жұмыс істеуге болады. Ең бастысы 3 миллион копейкасымен оборотыңыз аспаса болды. Одан кейін жалдамалы жұмыскер жалдамайсыз и жеке тұлғаға қызмет көрсетесіз. Түсінікті ғой? Осы нысандар болса, онда ИП ашпай-ақ жұмыс істей беруге болады. Ал егер жылдық оборотыңыз 3 миллионнан асып кетсе, яғни 1175 МРП-ден асып кетсе, онда ИП тіркеуіңіз керек болады. Жұмыскер жалдайтын болсаңыз, ИП тіркеуіңіз керек болады. Түсіндіңіз ғой? ИП болмаса ТО ашсаңыз болады. Жалпы ИП мен ТО-ның айырмашылығы туралы мен алдындағы видеода айтып өткем, сол видеодан қарап өтсеңіздер болады. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Подписка, лайк, комментарий және достарыңызбен, тума-туысқандарыңызбен осы қазақи заң каналының дамуына атсалысып бөлісе отырсаңыздар. Көріскенше күн жақсы, сау саламатта болыңыздар.